Қаржы қағидалары кітабынан базарда туған ойлар. Ой мама, суық күнде базарға бармай-ақ қояйықшы. Соны үйге онлайн алдыра салмаймыз ба? Десем де, жоқ, базарға барып өз қолыммен таңдап алуым керек, деп тұрған анамның айтқанын істеп, базарда жаурап, пакет көтеріп қиналып жүрем. 90-шы жылдардың жоқшылығын көрген анамның әр теңгенің құнын біліп, скидка іздеп саудаласқанын көремін де, басында түсінбеймін. Бұл кедейлік психологиясы ғой деп, кейін еріксіз өзімнің ысырап жасап жүрген кездерім еске түседі. Ысырап дегеннен шығады, мен бір нәрсені анық білемін. 10 теңгеге қалай қарасаң, 10 миллион теңгеге де солай қарайсың. Миллиондар табатын, бірақ тамағын жартылай жемей қалдыратын достарыма айтарым. Алла ысырап етушілерді сүймейді. Кедейлік психологиясы анау-мынау деп кекіріп қойып, әңгіме айтып жүрген псевдопсихологтарды тыңдай бермеңдер. Бұл мәселеде бізге тұс бағдар, авторитет, пайғамбарымыздың сөзі бар. Теңіздің жағасында тұрсаң да, суды үнемдеп қолдан дейді. Бүгін нәпсімен жақпаса да, анаммен бір базарға барып, бір сағатта 10 мың теңгедей үнемдедік. Бұл бір мұқтаж отбасына бір апта бойы тамақтандыруға жететін сома. Немесе 2 дана лайфхактар кітабын сатып ап, ауылыңның кітапханасына апарып, жастардың көзін аша аласың. Оларға бағыт-бағдар бере аласың. Кейін олар базарда қиналып, күні бойы жаурап тұратын халге түспейді. Үнемдеуді шектеу емес, инвестиция деп қабылдай бастағанда, нағыз кайфтың не екенін сезесің. Базарда туған ойлар осы.